Сәлем достар, бүгін біз кабачкидан өте дәмді болып шығатын, осындай 20 минутта дайын болатын, осындай оладьи жасайтын боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Бізге осындай бір кабачкимізді алып, чөркеден өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай чөркеден өткізіп аламыз, жақсылап. Бұл кабачкиның ерекшелігі, біз духовкада пісіретін боламыз, майға қуырмаймыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Неге осылай біз кабачкиімізді чөркеден жақсылап өткізіп аламыз. Неге барлығын өткізіп алғаннан кейін екінші ыдысымызды дайындап, осылай сығып, суын әбден сорғытып, екінші ыдысымызға салып алатын боламыз. Неге одан кейін біз сырымызды дайындап, сырымызды чөркеден өткізіп аламыз. Сырымызды чөркеден жақсылап өткізгеннен кейін чесногымызды чөркеден өткізіп алып, одан кейін 2 ас қасық ұнымызды, жарты қасық разрыхителімізді, тұзымызды, бұрышымызды салып, 2 жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырамыз. Формамызға орналастырып, барлығын салып, одан кейін 200 градуста 20 минутқа салып алатын боламыз. Біздің кабачкиміз өте керемет дәмді болып шықты. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, келіп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсам.